Соңғы кездері желі қолданушылар арасында жиі талқыланып, қоғамдық резонанс тудырып жатқан әйелге қол көтеру мәселесіне дін тұрғысынан тоқталуды жөн көрдік. Жаны ғана емес, тәні де нәзік, әйел затына қол сілтеу сорақылық емес немене. Бәрінен бұрын еркектің өз ісіне өкінудің орнына әйелін сабауды діннің қағидаларынан іздеп, өзін ақтайтындары өкінішті. Қоғам пікірі екіге бөлінді. Әйел тыңдамаса, оны ұру керек дейтін адамдар бар екенін көргенде жағаңды ұстайсың. Отбасында зорлық-зомбылық көріп жүрген нәзік жандылардың саны жылдан жылға көбеймесе, азаймай тұр. Көкейде сұрақ көп. Көбі көтере бермейді негізі. Ол әйел адам өзінің тілінен де кейде ұсталып қалады. Атақ былай қол көтермейді ғой, ер адам. Қалай ойлайды, дұрыс па, дұрыс емес пе? Қол көтерген дұрыс емес те. Ол дұрыс емес, өзінде ата-анасы бар, өзінде қарындасы бар, ол дұрыс емес ол. Әйелге қол көтеру дұрыс емес ол. Ол адам баласы біріншіден, екіншіден оның ешқандай құқығы жоқ. Бізде мысалы қалай заңды алатын болсақ, заң бәрінде бірдей ғой, дұрыс па? Неприкосновенность бар, свобода жизни, свобода веры деген ошлап айтқан кезде. Енді мен қарсымын әйелге қол көтеру деген нәрсеге. Иә, ол келісем, кім келіспейтіндер енді білмеймін, ол әркім өзінің ойы. Мысалы мұсылманбыз ғой бәріміз, шариғатта да, мысалы мұсылман дінде де қыз баласына қол көтеруге болмайды негізі. Ол біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қалай айтады? Сендердің ең жақсыларың дейді, өз отбасына, өз әйелдеріңе жақсы қарағандарың дейді. Деп жазылған ол кітаптарда, оны білетін адам оны біледі. Олай тәрбиелеген жоқ қой. Бізде ондай болған жоқ, ондай не ортада өскен жоқпыз. Көп балалы семьядан шыққам, сондықтан ондайды вообще түсінбеймін мен. Апаларым бар, сыйлаймын. Енді ол ұрған, ол қандай жағдайда болған білмейсің ғой, ол қандай неден шыққан даудың, басқа жанжалдың. Ол да ерлермен тең правалы ғой, ол кісілерде. Жоқ, мен вообще қабылдамаймын ондай затты. О да оның біреудің әлпештеп отқан қызы ғой, ол ұрсын деп бермейді, наоборот, оны бақытты қылсын деп береді. Мен солай ойлаймын. Басқа артық ештеңе айтамын. Жоқ, болмайды ғой. Ұрмау керек иә? Жоқ. Құдай сақтасын. Дінді дұрыс түсінбеген шала діндарлардың дінімізде әйелді ұруға рұқсат бергендеуі өздерінің дөрекіліктеріне тапқан сылтаулары ғана. Ислам дінінде әйел ол Алланың аманаты. Аманатқа қиянат жасауға болады ма? Соңғы кездері осы әлеуметтік желілерде көпшілігі шынымен зорлық-зомбылыққа қарсымыз деген бір ұран тасталып жатыр. Негізі ол бекерден шыққан дүние емес. Көп жерде байқап қаламыз. Осы көп жанұяларда әйел кісілерге қол көтеріп, өзінің тіпті қызын тәрбиелеп жатқан кезінде кейбіреулер қол көтеріп жатады. Бұл сондай болашақ анаға, қыздарымызға, немесе жалпы әйел затына ондай қылып зорлық көрсету, зомбылық көрсету біздің дініміз ешқашан оны қолдаған емес. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге берген тәліміне қарасақ, 3 қызы бар жәннати, 2 қызы бар жәннати, тіпті 1 қызы бар жәннати деген әйел кісіге оларды бір шын ыдысқа теңеп, сол шын ыдысты сындырып алмаңдар, яғни қатты ұқыптылықпенен, нәзіктікпен тәрбиелеңдер деген сияқты соған ұқсайтын пайғамбарымыздың өсиеттері, тәрбиелері өте көп. Сондықтан шама жеткенше қыздарымызды, жалпы әйел затын қадірлеп, шамамыз жеткенше қамқорлығымызды төгіп өсіргеніміз абзал болады. Жуырда Жоржтаун әйелдер институты Норвегия сыртқы істер министрлігімен бірлесе бейбітшілік және әйелдер қауіпсіздігі индексі есебін жариялапты. Аталған есепке сай Қазақстан рейтингте 177 елдің ішінде 70-ші орында тұр. Былтыр ғана Қазақстан бұл тізімнің 59-шы орнында тұрса, қазір одан біраз саты төмендеген. Бұл дегеніміз, жылдан жылға елдегі әйелдердің қауіпсіздік деңгейі ушығуда деген сөз. Ешбір әйел заты зәбір көрмеу керек, өйткені адамның өмірі біздің басты құндылығымыз.